Оқушылар логарифмдік теңсіздіктер. 10986 есеп. Әдеттегідей ең бірінші анықталу облысын табамыз. Ол аргументті 2x-12-ні x-4 қатаң үлкен нөлде дейміз. Бұл бізде рационал бөлшек теңсіздік, сондықтан алымын бөлек, ал бөлімін бөлек нөлге теңестіреміз. Сонда мына 2x тең 12, 2-ге бөлек x тең 6. Бұл жерде x тең емес 4-ге. Яғни x-4 бөлімінде тұр, сондықтан 0-ге тең бола алмайды, сондықтан тең емес болып тұр. Енді интервалға салайық. Кішісі 4, үлкені 6. Бізде қатаң теңсіздік болғасын екеуі де бой алмайды. Сосын біз мына бөлшекке қарайық. Бөлшектің ең үлкен айнымалысының таңбасы алымында плюс, бөлімінде де плюс екен. Онда бізде плюстан шығады. Яғни сол жақтан бастағанда бізде плюстен бастаймыз. Плюс, минус, плюс. Қарайық. Теңсіздігіміз 0-ден қатаң үлкен дейді. Үлкен болса бізге плюс аралық керек. Үлкен сандар плюс қой. Келесі. Мына 0 деген санды біз бөлек логарифммен алдырайық. 0 деген бүтін санды қалай логарифммен алдырамыз? Ол бізде логарифм негізінде 5 болу керек. 5-тің 0 дәрежесі дейміз. Ал 5-тің 0 дәрежесі 1-ге тең. Қасиетті дейсімізге жүрсек болады. Егер аргументінде, логарифмнің аргументінде 1 тұрса, ол логарифмнің мәні 0-ге тең деген. Енді жазып, қайтадан жазайық бәрін. 2x-12 x-4. Кіші логарифм 5 негізде 1-ден. Логарифмдердің негіздері тең және 1-ден үлкен. Онда бағыт өзгермейді. Осы күйінде қалады. Енді бізде рационал бөлшек логарифмді шығару үшін бір жағында 0 болу керек, сондықтан 1-ді сол жақ қарай жіберейік. Ол барған кезде минус болып барады. Кіші 0-ден. Ортақ бөлім білдіреміз. x-4-тен береміз, бұған 1-ден береміз. Сонда 1-ден берсек, ол еш өзгермейді. Ал бұған x-4-тен берсек, ұмытпаймыз, біз минус 1-ге беріп жатырық. Сондықтан минус 1-ді x-ге өтеміз, минус x. Минус 1-ді 4-ге өтеміз, плюс 4. Бөлеміз x-4-ке. Кіші 0-ден. Енді жинақтап алайық. Ұқсас мүшелері 2x-x бізде x болады. Ал минус 12 плюс 4 минус 8 болады. Онда x-4 кіші 0-ден. Енді алымын жеке 0-ге теңестіреміз. Бөлімін 0-ге тең емес дейміз. Енді бұл аралықты тауып алайық. Бізде кішісі 4, үлкені 8. Бұл бізде қатаң теңсіздік болғасын 2 нүктесі де бой алмайды. Сосын мынаған қарайық. Алымындағы ең үлкен айнымалының дәрежесі таңбасы плюс, бөліміндегі ең үлкен айнымалының таңбасы плюс. Бізде плюс шығады. Айнымал деп біз x дейді отырық. X-дің таңбасы плюс. Бұл түсініксіз болса, x-дің орнына кез келген сан қойсаңыз болады. Мысалы, біз x-дің орнына аралықтағы любой санды қойық. 4 пен 8-ден басқа. Мысалы, 0-ді қойық. 0-ді қойық. Сонда 0 минус 8, 0 минус 4. Бізде минус 8 бөлінген минус 4, 4 болып плюс сан береді. Сонда 0 тұрған жер плюс болады. Қалғандары кезіктеседі. Енді теңсіздікке қайттан қарайық. 0-ден кіші дейді. 0-ден кіші болса, бізге минус аралық керек. Енді осы екі анықталу болысымен шыққан аралықты қиылыстырайық. Бізде ең кішісі 4, одан үлкен 6, одан үлкен 8. Анықталу облысы минус x-тен 4-ке дейін және 6-тан плюс x-ке дейін. Ал шыққан мәніміз 4 пен 8-дің арасы.
сонда қиылысқан жеріміз 6 мен 8-дің арасы болады. Екеуі де жай жақша. Рахмет, сау болыңыздар.